Бір-екі, үш, бір-екі. Так. Қайырлы күн. Арамызға үкіметтік емес ұйымдардың қосылуын күтейік. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, азаматтық бастамаларды қолдау орталығының алаңына қош келіпсіздер. Добрый день, уважаемые представители неправительственных организаций. Добро пожаловать на площадку Центра поддержки гражданских инициатив. Как мы обещали, мы сегодня будем говорить о составлении сметы расходов. Как вы знаете, для наших грантополучателей эта тема является одной из самых таких волнующих. Я надеюсь, что сегодня вы получите на все свои вопросы четкие ответы от наших главных менеджеров. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать главные менеджеры Центра поддержки гражданских инициатив. Это Алмагуль Сильханова и Махпал Дангилова. Мы сейчас будем ждать их подключения. Сонымен достар, орталығымыздың бас менеджерлерімен қазір байланысты орнатудамыз. Бүгін өздеріңіздің сауалдарыңызға біздің орталығымыздың бас менеджерлері Алмагуль Сильханова мен Махпал Дангилова жауап беретін болады. Қазір байланысты орнатайық. Қайырлы күн. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, давайте дождемся Алмагуль Буркитовну. Так. Какие-то технические моменты. Қазір қосыламыз. Саламатсыздар. Как проходит ваш день? Так. Құрметті үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, естеріңізге саламын, бүгін сметасын құру тақырыбында әңгіме қозғап отырмыз. Сұхбатымызға көшейік. Ең әуелі мен сіздерге, біздің көрермендерге жалпы шығындар сметасы ұғымын түсіндіруіңізді сұраймын. Жалпы шығындар сметасы дегеніміз не, және оған қандай мәліметтер енгізілуі тиіс? Осындай екі сұраққа жауап беруіңізді сұраймын. Чтобы не занимать время, давайте мы сразу распределим, что вы ответите на этот вопрос сначала на казахском языке, а потом на русском языке. То есть вопрос касается того, что я бы хотела, чтобы вы объяснили вообще само понятие сметы расходов и какие сведения должны содержаться в этой смете. Алмагуль Бүркітқызы, кезек өзіңізде. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Мен сіздерге мына шығындар сметасы деген ол құжат, ол барлық ішінде ақпараттарды қамтамасыз етуге арналған құжат. Ол ақпараттар есеп барлықна қаржы жағындағы есептердің қандай салаға, қандай статьяларға бөлінетіні жөнінде сондай құжат, соны көрсететін құжаттың ең басты құжат деп айтуға болады. Ол құжаттың ішіндегі ақпараттары, ол сіздердің әкімшілік шығындарыңыз, сонымен қатар сол әкімшілік шығындарға кіретін
барлық жалақыдан бастап коммуналдық және тала ол әкімшілік шығындарға көп нәрсе кіргізуге болады. Банк услугаларын, сонымен қатар салықтар, неге жалақыға байланысты салықтарды көрсетуге болады. Және де тікелей шығындар. Ол тікелей шығындар ол манағы таңдаған тақырыптарыңызға байланысты қорытынды жазылады. Формируется солай. Түсінікті. Ага, Мақпал? Всем здравствуйте, коллеги. Давайте я вам разъясню. Вот как Алмагуль Буркитовна сказала, смета расходов – это документ, в котором описывается полный расчет расходов НПО по проекту. В данный момент мы сейчас его делим на 3 части. Он состоит из административных расходов, из расходов на материальное и техническое обеспечение и на прямые расходы. Административные расходы содержат заработную плату, то есть оплату труда сотрудников неправительственных организаций, расходы на налоги, расходы на медицинское страхование, то есть все обязательные платежи туда входят. Также входят услуги связи, банковские услуги, услуги на оплату почтовых услуг. То есть вот такие услуги можно отнести именно в административные расходы. Вторая, значит, часть – это материально-техническое обеспечение, в котором, куда вы можете отнести именно приобретение там, ноутбуков, компьютеров, то есть техники для проекта. А на прямые расходы вы уже будете включать именно те расходы, которые будут напрямую относиться к проекту. Ну, там, я не знаю, что вам нужно будет для вашего проекта. Может, это будут у вас какие-то услуги лекторов, там, услуги там, психологов или медицинских работников. То есть это все будет относиться уже на расходы, на прямые расходы. Жауаптарыңыз үшін көптен көп рахмет. Алмагүл Бүркітқызы, екінші кезекте көрермендеріміз үшін грант берушінің қандай шығындарды қаржыландыратындығын атап өткен дұрыс сияқты. Сол себепті үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері өздеріне түртіп алсын, осы туралы айтып берсеңіз. Осы проектінің жобаның жүрісінде әкімшілік шығындар дегеніміз ол жалақысы, ол салықтар, жалақыға ол әлеуметтік салық, ОСМС, отчисление, манағы страховой медицинский страхование, сонымен қатар соцотчисление, оның барлығы әлеуметтік салықтар болып есептеледі ғой. Салықтар және төлемдер. Сонымен қатар аренда помещение, ол арендаға оған ол қай региондардың, әрқай региондардың өздеріне ол проектінің жобаның жүрісін смета бастап қалай сметаны бастағанда, онда каждый регионның өзінің определенный несі болады, бағалары болады. Арендінің за 1 квадратный метр деп айтайық. Сонымен қатар почталық шығындар болады. Сонымен қатар банктың шығындары болады, коммуналдық шығындар болуы мүмкін. Ол әрбір жоба барлық индивидуально жасалынады, смета индивидуально құрылады. Ол жобаның манағы қажеттілігіне байланысты.
Сонымен қатар мана Мақпал әріптесіміз айтып кеткендей, материалды техникалық қамтамасыздыру дейді. Ол манағы ноутбук, мүмкін біреулерге фотоаппарат қажет болатын шығар, микрофон қажет болатын шығар. Оның барлығы материалды қамтамасыздыру болып есептеледі. Оған да әдейі қаражат қарастырылады. Сонымен тікелей шығындар деп айтайық енді. Үшінші шығындар ол тақырыптарға манағыдай байланысты. Оған әрбір тақырып өзінің керегін алады, өзінің керегінше жұмсайды. Ол мысалы манағыдай Мақпал әріптесіміз айтып кеткендей, ол манағы медициналық направление бола мүмкін, тағы да сондай манағы кейбір жануарларға арналған проектілер бар. Оларға мысалы, оларға ветеринарлық көмек көрсету жөнінде болуы мүмкін. Сонымен қатар манағы үлкен кісілерге арналған тағы да жобалар бар. Оларға мысалы продукты питания алып баратын сондай бір нелер болуы мүмкін. Сондай әр жоба өзің керектігінше манағы сметаны құрылады. Бірақ ол сметаны құрылғанда барлық әрбір шығынның бағасы ол гранта біздің орталықпен келісілу керек па? Келісілу керек, иә. Жақсы, түсінікті. И теперь давайте на русском языке Махпал Балшабаевна расскажет нам о расходах, которые финансируем мы в качестве грантодателя. Грантодатель финансирует покрытие расходов, связанных исключительно с реализацией проекта. То есть это такие, как заработная плата, налоги, командировочные расходы, оплата работы консультантов, расходы на средства связи, коммуникации, комуслуги, расходы на проведение мероприятий, тренинги, круглые столы, конференции, анкетирование там, целевых групп. Потом еще для вот таких целей, там, для проведения каких-либо мероприятий, возможно, нужно будет там закупать, там, не знаю, баннеры, то есть офисные принадлежности, оборудование какое-то, ну, непосредственно это материально-техническое. То есть это ноутбуки, которые мы говорили, компьютеры. Там. Кроме того, еще можно заложить офисную мебель, тоже в рамках проекта. То есть это все будет согласовано непосредственно с грантодателем, то есть с вашим проект-менеджером. То есть расходы в рамках этого проекта должны касаться исключительно самого проекта. То есть, если это будет обосновано, то такие расходы можно заложить в смету. Надеюсь, понятно, потому что здесь я вижу в комментариях, что просят более подробно, да. Подробно или более там, доступно разъяснение. Уже максимально говорим как бы доступными словами, ну, куда расходовать деньги. Я не знаю, может, еще как-то. Тогда объясните нашим, получается, зрителям вообще, что это такое грантодатель, кто это грантодатель? Вот вы сегодня как бы... Грантодатель. Хорошо, давайте так. Для тех, кто как бы еще не знает, кто такой грантодатель, не знает вообще, откуда эти средства берутся, грантовые средства. Хочу напомнить, что грантовые средства – это бюджетные средства, то есть это деньги бюджетные, которых, то есть реализовывает Центр поддержки гражданских инициатив, который выступает в данный момент грантодателем. То есть Центр поддержки гражданских инициатив, получается, организовывает вот эти грантовые проекты и реализовывает его, а заказчиком которого является МИОР, наше Министерство информации и развития.
они у нас являются нашими заказчиками. То есть это бюджетные деньги, которые нам дает, значит, Центру поддержки гражданских инициатив дает МИОР, а дальше мы уже нашим грантополучателям. Спасибо за Так подробное будет разъяснение. понятно? Да. Когда мы анонсировали свой прямой эфир, мы просили наших подписчиков оставлять свои вопросы, касающиеся темы составления сметы расходов. И вот от аккаунта Бисимбаева М поступил такой вопрос. Разрешите, я его зачитаю. Подскажите, пожалуйста, стоимость таких для проведения онлайн-мероприятий закладывать в прямые расходы или в административные расходы? И какими документами можно будет в дальнейшем отчитываться, если выиграли конкурс? Что на это скажете? Я извиняюсь, там из-за связи, из-за плохой связи не слышно было, что именно. Она спрашивает по поводу Zoom, платформы Zoom, стоимость таких платформ, как Zoom, для проведения онлайн-мероприятий закладывать в прямые расходы или в административные расходы? Все понятно, спасибо большое. Смотрите, тут такая ситуация. Вообще, Zoom расходы, мы его рассматриваем исходя из ситуации. То есть, если это Zoom было организовано для проведения конференции, к примеру, а сама конференция, там, круглый стол какой-то, да, мы его как бы считаем как прямые расходы. Поэтому, если это в рамках прямых расходов, то можно его отнести к прямым расходам. Так как Zoom люди систематически во время проекта не пользуются, а пользуются ими, то есть при необходимости его можно отнести именно к прямым расходам. Есть моменты, которые, как сказать, если им это нужно на постоянной основе, то есть там для консультаций, то их можно отнести к адм-расходам. То есть здесь такая ситуация, нужно исходить из ситуации. Слышите меня? Да. И по поводу документов, касательно документов, на практике мы... Слышно, да? Касательно документов, какими документами закрывать, то есть на практике Zoom оплачивается, закрывается авансовым документом, оплачивается он, у всех он онлайн оплачивается, кто-то там через Каспи оплачивает, при этом прикладывает выписку из Каспи об оплате, тем более там оно конвертируется, после чего дальше закрывается он авансовым отчетом. То есть эти средства непосредственно платежным поручением переводятся на счет работника НПО, а потом составляется авансовый отчет, и все, и закрываем мы авансовым отчетом его. Көрермендерімізден келіп түскен сұрақтарға тағы бір кезек берейік. Ибрашева Айнұр деген кісіден мынадай бір сұрақ келіп түсіпті. Үкіметтік емес ұйымдардың дерекқорына қалай кіремін? Яғни үкіметтік емес ұйымдардың базасына қалай тіркелу керек? Сол туралы айтып беріңізші. Үкіметтік емес ұйымдардың базасына кіруге оған сіздер через егов, через сон арқылы кіресіздер. Оған біздің кіргізуге, біздің центрдің оған ешқандай қатысы жоқ. Ол регистрация только через сон өтілетін процедура. Жақсы, түсінікті. Мақпал Балшабаевна, вы уже рассказали. Енді тағы бір не қосып жіберейін, кешіріңіз, тағы бір қосып жіберейін. Ол сон и юстициямен кірілетін, сол жаққа хабарлану керек, хабарласу керек. Жақсы, түсінікті, рахмет жауабыңызға. Сонымен, Мақпал Балшабаевна, вы вот рассказывали о финансируемых нами расходах, а теперь расскажите, какие расходы мы не финансируем. Какие расходы? Грантодатель не финансирует расходы,
на покупку зданий, развитие инфраструктуры, текущий капитальный ремонт и строительство. То есть, если у НПО имеется свое здание, свое имущество, то есть ремонт, там, покупку, такие расходы НПО мы не финансируем. Мы финансируем исключительно в рамках проекта, то есть мы финансируем реализацию проекта. Допустим, там покупку автотранспорта, медицинские услуги или какие-нибудь там мероприятия, которые не входят в проект, мы его не финансируем. Или же там повышение квалификации сотрудников, грантополучателя, то есть НПО, или там личные политических целях расходы НПО, мы это не финансируем. Алмагүл Бүркітқызы, қазақ тілді көрермендеріміз үшін жалпы грант берушінің қандай шығындарды қаржыландырмайтындығы туралы айтып беріңізші. Грант берушінің қаржыландырмайтын жағы ол ғимарат сатып алуға, ғимаратты жөндеуге, сонымен қатар инфраструктура құрылымдарын дамытуға, және де автокөлік сатып алуға, манағы материалдық техникалық қамтамасыздырудан өзге жабдықтар сатып алуға, және медициналық қызметке, жобаға қатысы жоқ басқа да шығындарды, және де жеке және саяси мақсаттарда жеке адамдардың, ұйымдардың жергілікті республикалық деңгейдегі саяси мақсаттарын ол шығынға жатпайды. Ол шығындарды біздер шығын деп ала алмаймыз, ондайға қаржыланбайды. Жақсы, рахмет жауабыңызға. От аккаунта Диалог Mediation поступил такой вопрос. А аренда помещения – это административные расходы? Да, это аренда помещения, административные расходы. В рамках проекта мы финансируем аренду помещения. Спасибо за ответ. Следующий вопрос я также хочу задать вам. Вы сказали, что мы финансируем заработную плату сотрудников грантополучателя. Наверное, им нужно предоставлять какие-то документы, чтобы их сотрудники получали заработную плату. Скажите, какие это документы? Для того, чтобы получили заработную плату, то есть для финансирования именно оплаты труда, они должны предоставить, то есть наши НПОшники должны предоставить расчетную ведомость, табель и платежные документы. Когда мы видим все эти документы, платежные документы об оплате заработной платы, об уплате налогов, обязательных налогов, отчислений, взносов и табель при 100% работе, ну или при 8-часовой работе. Некоторые, бывает, совмещают, но мы все учитываем, все моменты, и обязательно должна быть расчетная ведомость. Вот эти документы предоставляют, и мы им финансируем оплату труда. Спасибо за ответ. Алмагүл Бүркітқызы, өзіңіз жоғарыда атап өткеніңіздей, грант алушыларға кеңсені жалға алуға жалпы жұмсалатын қаражатты біз ұсынады екенбіз. Кеңсені жалға алу және оны күтіп ұстау сияқты шығындарды қаржыландыру кезінде нені ескеру керек? Және бүгінгі таңда бір шаршы метрді жалдауды қаржыландырудың орташа сомасы қандай? Қазіргі таңда ол қаржыландыру есебі әрбір өңірге өзінің, манағыдай айтып кеткендей, өзінің рыночный бағасы бар. Сондықтан әрбір өңірдің өзінің, мысалы Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларында ол үлкен қалалар, сондықтан оларда кішкене басқа қалаларға қарағанда жоғарырақ болады, себебі өзінің рыночный бағасы көп. Қазіргі мезгілде оған әрбір шаршы метрге ол есептелген жоқ, себебі оның ертең методика шыққасын, содан кейін барып
манағы грант алушылармен әрқайсысымен өздерінің манағы тақырыптарына қарай, өзінің жобаларына қарай өздеріне бөлінетін манағы шаршы метр болады. Мгм. Сондай. Ол жалға алған мезгілде де олардан біздерден талап ететін құжаттарымыз ол мана келісім шарт, жалға алған жерден акт выполненных работ, манағы технический оснащенность дейміз ғой енді, манағы ішінде кейбір мекемелер бар, өзінің барлық мебельдермен, барлық манағы интернетмен барлығын беретін, сол манағы аренда манағы жалға алғанның ішіне кіргізетін де мекемелер бар. Соның әрбір келісім шарт барлығы индивидуально қаралынады. Түсінікті, рахмет. Коммуналдық манағы байланыс жүйелері барлығы сол мезгілде қаралынып, сол арқылы манағы келісім шартқа отырылады и бағасы да солай қойылады. Түсінікті. Мақпал Апсатова деген тыңдаушымыздан, көрерменімізден сұрақ келіпті. Смета шығындары қанша айға есептеледі деген сұрақ қойыпты. Смета шығындары, оның есептелу ережесі, ол тақырып, қандай тақырыпты сіз таңдадыңыз, ол тақырып қанша айға бөлінген. Мысалы, бар тақырыптар 3 жылдық бар, 1 жылдық, 9 айлық бар, 4 айлық бар. Соның әр қайсына өзіне, мысалы 4 айлыққа ол 4 айға мысалы есептелінеді шығындар, 3 жылдық па, ол 3 жылдыққа, оның әрбір жылына қаралып тұрған өзінің сомасы бар. Бір, мысалы 9 айлық, ол мана 9 айға есептелінеді. Такой вот вопрос поступил от Айнуры Заурбековой. Как сформировать смету трехлетнего проекта? На каждый год отдельные сметы или в одной смете добавить столбцы на каждый год? Вот смотрите, она правильно говорит, надо при трехлетнем проекте нужно на каждый год отдельную смету делать. То есть общую стоимость разбить на 3 года, или же не разбить, то есть в порядке проекта, когда план проекта формирует, согласно плана, они должны смету подбить под план. То есть по плану, какие у них мероприятия заложены на каждый год, соответственно, смету нужно на каждый год делать по плану. Вот она же и спрашивает, Zoom приобретать как юридическое или физическое лицо? Как юридически получится. Как юридическое лицо? Вопрос непонятен. Вот приобретать Zoom платформу как юридическое лицо или как... Можно как юрлицо, можно как физлицо. Просто там зависит от стоимости. Многие его заказывают, ну, как бы приобретая как физлицо, так как это выходит дешевле. Слышно меня? Ага. Да, слышно, но с перерывами. Ага, спасибо. Смотрите, следующий вопрос, я зачитаю на казахском языке. Қайырлы күн, әр бағытқа қарастырылған сумма бір ғана үкіметтік емес ұйымға беріледі ме, әлде бөлінуі мүмкін бе? Деген сияқты сұрақ қойыпты, кішкене түсініксіз сияқты. Түсініксіз сұрақ, тағы да бір дұрыстап не істесем. Әр бағытқа қарастырылған сумма бір ғана үкіметтік емес ұйымға беріледі ме? Немесе бөлінуі мүмкін бе? Ол әр ұйымға беріледі ме? Ол, мысалы, ол кісінің тақырыбы, мысалы, қай өңірден ол кісі жеңіп алды. Мен солай түсініп тұрмын, ол кісінің сұрағын мен дұрыс түсініңкіремей тұрмын да. Енді ол сол өңірдің несіне қарай, сол өңірдің бағасына қарай беріледі. Сол егерде шығындарды есептеу жөнінде болса сұрақ,
мен солай айтып тұрмын. Манаға өңір мысалы мысалы Нұр-Сұлтан қаласында болса, ол Нұр-Сұлтан қаласының бағасына сәйкес, мысалы егер де айтатын болсақ, мысалы аренда жалға алу, мысалы аренда помещение, соны алатын болсақ, онда ол мысалы Нұр-Сұлтан қаласының бағасымен алынады. А егер де мысалы басқа өңірден болса, мысалы Шымкент или же Атыраудан болса, онда ол сол өңірдің бағасымен есептелінеді. Мен солай түсіндім, егер де дұрыс түсінген болсам. Жақсы, түсінікті. Келесі сұрақ мынадай: үкіметтік емес ұйым тіркелетін адамның ИП-сі, ТО-сы болуы керек па дейді. Үкіметтік емес ұйым ретінде тіркелетін адамның ИП-сі, ТО-сы болуы керек па деп осындай сұрақ. Ол үкіметтік емес ұйым, ол отдельно өзі ұйым. Ол ИП мен үкіметтік емес болып тіркеле алмайды, или ТО мен мысалы үкіметтік емес ұйым, ол отдельно өзінше ұйым. Ол ТО-ға да, ол ИП-ға да жатпайды, ол отдельно өз ұйымы. Неправительственная организация, ол бөлек ұйым. Ол общество болуы мүмкін, ол мысалы сондай, ол ТО емес, ол ИП. Қоғамдық бірлестік, ол сондай. Жақсы, рахмет. Келесі сұрақ: аренданың нарықтағы бағасын қайдан білуге болады? Деп сұрапты сізден. Аренданың бағасы, ол манағыдай айтқан аренданың бағасы, ол біздерде де мысалы рынокты изучать етіледі. Біздерде де манағы бағалар қаралынады, салыстырмалы түрде. Ол шектелетін баға салыстырмалы түрде. Мысалы Нұр-Сұлтан бағасы, мысалы ол барлығы алынады, рыноктан алынады. Бағаның бәрі рыночный цена дейміз ғой, рыноктан алынатын бағалар. Оны мысалы қазір методика шыққасын, ертең манағы уже сонда ғана белгілі болады. Түсінікті. Мына жерде мынандай бір сұрақ келіп түсіпті: белгілі бір әлеуметтік топқа далалық семинар өткізуге бола ма? Олардың нақты өзектілігін көрсетсек, оларға жұмсалатын автоаренда және тағы да басқа шығындарды жабуға бола ма? Автоаренда, ол манаға далаға шығу үшін ба, ол автотранспортты жалға алуға болады. Бірақ та одан манаға есептестік мезгілде одан барлық құжаттарды біздер талап етеміз. Ол манаға келісім шарт, манаға арендамен, или же ол кісі болуы мүмкін, жеке кәсіпкер болуы мүмкін. Ол кісі жеке кәсіпкер, өзінің машинасымен сондай қызмет етіп жүрген кісі болса, онда ол кісімен мана келісім шартқа отырады. Манағы бар апаратын кісі, манағы автотранспорты, автокөлік қажет кісі. Сонымен қатар акт выполненных работ, ищут фактура, манаға сол кісіге төленген ақша жөніндегі құжат, ол платежный поручение болуы мүмкін. Соның барлығын біздер есеп теске мезгілде талап етеміз. Үкіметтік емес ұйым басшысының атында ИП немесе ТО болса кедергі болмай ма деген сұрақ дейді. Можно этот ответ такой? Смотрите, вообще общественные объединения, они как раз-таки создаются из каких-то там, не знаю, из юридических лиц, из физических лиц. И если у руководителя общественного объединения, если у него имеется ТО, то есть он является учредителем ТО, то это не влияет никак. Вообще никак не влияет. То есть, во-первых, эти вопросы, в этом мы некомпетентны. Это вопросы относятся к юстиции, то есть Министерство юстиции, орган, который регистрирует все эти организации неправительственные. То есть все эти вопросы к юстиции. Мы в данный момент, Центр поддержки гражданских инициатив, мы некомпетентны в этом вопросе. Но
учитывая, что мы работаем в этой сфере, я могу сказать на практике, что если у вас есть ИП, если есть ТО, и вы являетесь руководителем неправительственной организации, то это вам никак не вмешает, не влияет. То есть любой человек может быть руководителем НПО. Да, я надеюсь, понятно, да? Ага, понятно, да, спасибо. Так, так, түсінікті, рахмет. Мақпал Балшабаевна, вы выше говорили о расходах на оплату услуг и работ, оказываемых сторонними организациями. Поясните нам, пожалуйста, что это за расходы? То есть это когда услугу мы заказываем, то есть НПО в рамках проекта заказывает тебе какую-нибудь там услугу. Например, там это услуга лектора. Или это может быть услуга там психологов, там гинекологов, юристов. То есть в рамках проекта они могут разные виды услуг. Точно так же они могут заказать, например, для проекта нужен, допустим, там съемка нужна или видеоролик надо снять. Сами НПОшники, допустим, они не могут это сделать, поэтому они это заказывают у организаций, которые этим занимаются. То есть в рамках проекта они могут данную услугу заказать, подписав договор, и по завершению работы они обязательно должны подписать акт выполненных работ и другие счет, фактуру, там, платежные документы, все это должны нам предоставить. Рахмет жауабыңызға. Ал полиграфиялық шығындарды қаржыландыруға қатысты қандай талаптарды ескеру керек осы сұраққа? Полиграфиялық ол шығындарды қандай талаптар? Ол полиграфиялық біріншіден оның дизайны ол манағы ведущий менеджер, соны курировать ететін менеджермен келісілу керек. Ол центрмен келісу керек. Мысалы, манағы мүмкін ол баннер болар, мүмкін ол сертификат болар, мүмкін ол методический материал болар, мүмкін ол басқа да құжаттар әрі қарай өзінің манағы саяси бір направлениесін өзің білетін бір құжат болса, ол келісімді талап етуі де мүмкін. Сондықтан ол полиграфиялық шығындар ол соған байланысты. Ол мысалы оған определен бір нақты баға жоқ. Мысалы баға жөнінде айтатын болсақ, шығындар жөнінде айтатын болсақ, ол нақты полиграфиялық дейтін ол үлкен манағы үлкен тақырып, оған полиграфиялыққа көп нәрсе кіреді. Мысалы буклет те кіреді, сертификат та кіреді, баннер де кіреді. Сондықтан оның барлық методикалық, мысалы ол тоже полиграфиялық болып есептеледі. Оның бәрі орталықпен келісілгеннен кейін ғана ол министерстводан кейбір мысалы методические документы, методические инструкции деп айтамыз ғой, олардың бәрі мысалы министерствомен келісім қажет нәрселер болады. Сондықтан оның бағасы жөнінде біз айта алмаймыз. Егер де шығындар жөнінде болса, в общем манағыдай несі сол манағы қаралатын нәрсе, көңіл аударатын нәрсе сол. Келесі сұрақты оқи отырайын. Автотранспортты немесе тағы басқа жалдау шарттарын жеке тұлғамен жасауға болады ма? Осындай сұрақ жіберіпті көрерменіміз. Ол егерде манағы как енді жеке тұлғамен жасауға болады ма дегенде, ол как ГПХ ретінде договор жасаса, манағыдай, сол кісінің манағы налогын төлеу керек, соның бәрін ескеру керек. Манағы төлемдері бар өзінің төлейтін, пенсионное отчисление, мысалы взносы, ОСМС деген, индивидуальный подоходный налог, соның бәрін ескеріп, сонда алуға болады. Оған ешқандай кедергі болмайды. Жақсы. Следующий вопрос поступил на русском языке. Документ «Методика расчета по услугам» от 2019 года. Он еще как бы в силе, как бы работает, эта методика?
Вот касательно методики расчета хотела сказать. На данный момент у нас другой методики нету, и данная методика у нас размещена на нашем официальном сайте и доступна, то есть всем она доступна. То есть эта методика действует для ориентации, чтобы вы ну как бы на основании этой методики могли ориентироваться. Но на данный момент данная методика находится, то есть на разработке. То есть мы его хотим пересмотреть, так как уже 22 год и цены разные, но пока что вы можете для пользования брать эту методику, то есть на него ориентироваться, ссылаться, но мы в дальнейшем его доработаем и разместим новую методику. Пока что, да, можете на него ссылаться, на эту методику, потому что оно еще не утратило свою силу. Понятно, спасибо большое. Следующий вопрос отправила Алина. Спрашивает, если у руководителя НПО есть ИП, можно ли заключать договор аренды офиса? Угу. Я так понимаю, у руководителя есть это ИП, и она занимается непосредственно сдачей, ну, то есть арендой. Вот. Вы знаете, как бы и НПО является юрлицом, и отдельно ИП является юрлицом. Друг у друга, как бы, получается, она у тебя же берет аренду, правильно я так понимаю? Конечно, законом это не запрещено. Законом не запрещено, поэтому мы не можем сказать, что этого делать нельзя. Если бы, хотя это конфликт интересов, то есть мы можем это учесть, как у нас как раз-таки в методике прописано, если учитывается конфликт интересов, то мы исключаем такие моменты. Поэтому прежде чем такие договора заключать, я думаю, стоит подумать и поискать, наверное, лучше других поставщиков, так как здесь получается конфликт интересов. Ну, я думаю, наши НПОшники поймут, о чем я, и поэтому лучше, конечно, воздержаться. Спасибо за ответ. Келесі сұрақ Айдын деген кісіден түсіпті. Мысалы, отбасы және жастар бағытына 28 миллион 147 мың теңге бөлініп тұр. Бұл сумманы тек бір ғана үкіметтік емес ұйым жеңіп алады ма? Бір тақырыппен тек қана бір ғана үкіметтік емес ұйым жеңіп ала алады. Ал биыл бізде 53 тақырып бар екенін естеріңізге саламыз, құрметті көрермен. Шолпан есімді көрерменіміз сұрап жатыр. Ауылда тұрамын, қаладағы жобаларға қатыса аламын ба? Егер де ол кісінің манағы ол кісіде НПО болса, ол кісі қатыса алады. Енді біздерде мысалы басқа бізді қаржыландыратын жобалар ол үкіметтік емес ұйымдарға арналған ғой. Сондықтан ол кісі қатыса алады, егер де сондай мекемесі болса. Жақсы түсінікті. Жалпы жалақысына қатысты, жалпы грант алушылардың жалақысына қатысты сұрақ келіп түсіпті. Білім беру жағынан қор ашсақ, ол жердегі оқытушылардың төлемақысы сол жобада көрсетілу керек пе, әлде ай сайынғы айлығын мемлекет тарапынан төленеді ме? Деп жазыпты. Егер де ол манағы оқытушылар, манағы тренерлер болса, олар тікелей шығын болып есептелінеді. Егер де манағы тақырыбы сондай манағы тренерлерді қажет ететін болса, егер де оқытушылар қажет болатын болса, онда ол тікелей шығын болып есептелінеді. Ал мына жалақы, манағы айтып тұр ғой, әкімшілік шығындар, ол тек қана жалақы, ол өзінде жұмыс жасайтын кісілерге, мысалы манағы басшысына, менеджерге, сондай тағы да қандай тақырыпқа байланысты әртүрлі өздерінің талап ететін жұмыс қызметкерлер болу керек ол мекемеде. Сондықтан тренерларға ол отдельно, ол манағы тікелей шығындар, ол жоба шығындары болып есептелінеді.
Жақсы, түсінікті, рахмет. Бұл тікелей эфир сақталады ма деп сұрапты көрерменіміз. Я міндетті түрде бұл тікелей эфир сақталады. Егер де қосымша тағы да бір сұрақтарыңыз пайда болса, міндетті түрде біздің сақталған эфиріміздің астына өздеріңіздің сауалдарыңызды жолдастырыңыз. Что-то проблема. Не Но слышно, я да? прочитала в данный ответ. Вопрос. Вот теперь слышно. Да, я видела вопрос. Да, конечно, имеют право они заключать договора с другими НПО в рамках проекта, еще раз повторюсь, потому что если для данного проекта нужна какая-то там услуга, я не знаю, какая-то помощь нужна, там реализация чего-то, там, я не знаю, там волонтерская поддержка, то если это, значит, как проект, если позволяет вот такую вот услугу получить у другого НПО, то да, они могут это сделать. Могут. Спасибо за ответ. Келесі сұрақты оқи отырайын. Қоғамдық қор ашуға бүгін соңғы документтерді тапсырдым. Енді 7 ақпанға дейін үлгеру мүмкіндігі бар ма? Енді біздер юстицияның жұмысына жауап бере алмаймыз. Ол мана сұрақ осыған ұқсайтын сұрақ болған сияқты. Сондықтан оны тіркелуге, оны ашуға біздің орталықтың ешқандай қатысы жоқ. Біздер жұмыс жасаймыз. Уже жұмыс жасап жатқан ұжымдармен жұмыс жасаймыз ғой. Ашық. Біздердің ашуға ешқандай біздің компетенциямызда жоқ ол. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Құрметті әріптестер, бүгін сіздермен бір жақсы әңгіме құрдық деп ойлаймын. Жақсы сұхбат болды. Біздің көрермендеріміздің сұрақтарына мардымды жауап бергендеріңіз үшін сіздерге тағы да бір мәрте өз алғысымды благодарить вас, что вы дали ответы на все интересующие наших зрителей вопросы. Я надеюсь, они получили четкие ответы. Құрметті көрермендер, мен тағы да бір мәрте біз өз эфирімізді қазір аяқтаймыз. Осы эфирді сақтайтын боламыз пост ретінде. Егер де тағы да қосымша сұрақтарыңыз